Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді ас дайындаймыз. Ол тартылған ет қосылған, пеште піскен болгар бұрышы. Керекті заттар: картоп және тартылған ет, болгар бұрышы, пісте май және саңырауқұлақ, пияз қажет. Ыдысымызға біз картопымызды салып, суға пісіріп аламыз. Картопымыз піскенше бұрыштарымызды екіге бөліп, ортасындағысын тазалап аламыз. Барлық бұрыштарымыздың ортасын толықтай тазалап, ішіне пісте майымызды жағып шығамыз. Барлық шет-шеті жағылған бұрыштарымызды пергамент қағазын төсеп, 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Болгар бұрыштарымыз піскенше біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды ұсақтап тураймыз. Пиязымызды ұсақтап турағаннан кейін оны бөлек ыдысқа саламыз және қызып тұрған табамызға май салып, пиязымызды салып, араластырып қуырамыз. Бірнеше рет араластырғаннан кейін тартылған етіміз салып, толықтай араластырамыз. Осылай барлығы піскеннен кейін татымына қарай тұз және қара бұрыш сеуіп, араластырып, жарты кесе томат шырынын саламыз және оны араластырып аламыз. Шампиньондарымызды тураймыз. Суда піскен картоптарымызды сүзіп, шанышқымен езіп аламыз. Езілгеннен кейін фаршымызды, яғни тартылған етімізді салып, барлық салмасын араластырып аламыз. Және пеште піскен болгар бұрыштарын шығарып, ортасына салмасын толықтай саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін үстіне саңырауқұлақтарымызды бір-бір тілімдерін саламыз және қызып тұрған 180 градуста 20 минут пісіреміз. Болгар бұрыштарымыз осындай болып әдемі болып пісті. Сіздер әртүрлі салаттармен берсеңіздер болады. Өте дәмді және қарапайым рецепттардың бірі. Тез әрі оңай жасалады. Біз отбасымызбен осыны тағамды өте жақсы көреміз. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Жасаңыздар, сіздер де отбасыларыңызды дәмді тамақпен жасап қуантыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.